Ассалаумағалейкум, сәлеметсіздер ме, құрметті достар, сіздермен байланыста бизнес Төленбай Мейірман. Бүгінгі видеода біз сіздермен күніне 1,5% беретін инвестициялық жоба жайында сөйлесетін боламыз. Бұл жобаны өзім зерттеп қарастырып, сіздерге тек қана өзімді ойымды айтатын боламын. Ары қарай өздеріңізде зерттеп, қарап, қандай шешім қабылдайтыныңызды әрине өздеріңіз білетін боласыздар. Енді қазір біздің нарығымызда бұндай инвестициялық жобалар немесе хайп жобалар ұзақ уақыттан бері жоқ, нормальный проект жоқ. Адамдар менен сұрайды, Мейірман, қандай инвестициялық жобалар бар, қандай пассивті табыс бар деп. Мен қолыма келіп жатқан проект бір ыңғайлы проект сияқты, бірақ енді оны өзіміз зерттеп қарау керекпіз. Ол Мейірман айтты екен деп емес, өздеріңіз зерттеп қараңыздар. Мен өзім для себя бұны зерттеп қарап, өзім рисковать етіп осы бизнесті алатын боламын. Әрине басында тест жасап көреміз, қалай болады, халыққа өте ма, ары қарай проекттің развитиясы қандай болады, оны алдағы уақытта біз көретін боламыз. Ең бірінші менің YouTube каналыма тіркелеміз. Жалпы осы криптовалюта саласында, MLM сетеу маркетинг саласында әртүрлі жобалар, пассивті немесе пассиві жоқ, тек қана команда қарастыратын бизнестер, долгосрочный проекттер немесе аз ақшадан бастауға болатын, вложение жасамай табыс табатын мүмкіндіктер бар. Менің телеграм каналыма мына жерде төменге қалдырып кетемін описаниеда. Сол жерге телеграмға кіріп, зерттеп қарап шықсаңыздар болады. Міндетті түрде YouTube каналға тіркелеміз. Егер пайдалы болса, осы видеоны әрине өз ойларыңызды жазып өтсеңіздер. Алдағы уақытта бұл жоба жайында тағы да бір презентация болады. Әзірге біз сіздермен талқылап көрейік, қандай проект екен, не істеу керек, қалай табыс табады, соны бірге қарап шығайық. Олай болса, бастаймыз. Мына жерде қарасаңыздар, бұл жобаның аты Супер Майнер деп аталады. Неге бұл жобаны таңдап жатырмын, не үшін жеке өзім бұл жобаға инвестиция жасайын деп жатырмын, және де қандай плюстар бар, қандай минустар бар, оны бірге көретін боламыз. Кез келген проекттің өзінің артықшылығы бар, немесе кем тұстары бар, оның барлығын зерттеп қарау керек. Соның барлығын қазір сіздермен бірге талқылайтын боламыз. Супер Майнер бұл мына жерде орталықтандырылмаған жоба, яғни BNB монетасымен қатысты децентрализованный проект. Фармингқа тікелей қатысы бар. BNB дегеніміз бұл бізде Binance деген биржа бар, әлемдегі номер 1 биржа. Сол биржаның монетасы әлемнен қазір капитализация бойынша 3-ші орында. Соның ішінде BNB монетасы бұл сенімді монета ретінде қабылдауға болады. Децентрализованный деген жоба, бұл не деген сөз? Бұл орталықтандырылмаған, яғни бұл жоба смарт контрактта жұмыс жасайды. Осы уақытқа дейін смарт контракт деген кезде көп адамдардың қалыптасқан түсінігі бұл жерде админдардың бұл платформаға доступы жоқ, немесе бұл проектта ешкім ақшаны ұрлай алмайды, барлығы ашық түрде халықтың алдында көрініп тұрады. Яғни арнайы программа және де маркетинг барлығы алдын ала дайындалып жазылады, сол система бойынша жұмыс жасайды. Оны ешкім тоқтата алмайды, бұл нәрсеге ешкім кірісе алмайды. Осында түсінік қалыптасқан әртүрлі инвестициялық жобалар болды, яғни смарт контрактта жұмыс жасайтын. Оның ішінде ол 100% смарт контракт болмауы мүмкін, немесе смарт контрактта белгілі бір минустар болуы мүмкін. Соның арқасында проекттер ұзақ уақытқа бармай тоқтап жатады. Бірақ кез келген инвестиция болғандықтан бұл риск, әрине кез келген инвестиция бұл қауіп-қатерді туындыратын нәрсе. Сондықтан да бұл рискті әркім өзі қабылдау керек, әркім өзі шешім қабылдау керек. Мен бұл проектқа келіңіздер, қосылыңыздар деп айтпаймын, тек қана өзім бұл проектқа қосылып жатырмын, және де осы жоба жайында өзімнің YouTube каналдарымда және өзім Telegram каналымда бөлісетін боламын. Әркім өз шешімін өзі қабылдайды. Толықтай қарай түсіндіретін болсақ, тез өте оңай қысқа нұсқа түсіндіруге болады. Енді жоба жайында айтатын болсақ, Супер Майнер, яғни майнинг фармингқа тікелей қатысты. Бұл орталықтандырылмаған BNB монетасына байланысты фарминг арқылы табыстауға болады. Бұл жердегі барлық система, барлық болып жатқан процесс, барлығы смарт контрактта жазылған. Смарт контракт жаңа түсіндіріп айттым. Бұл жерде ешқандай да админдардың доступы жоқ бұл платформаға. Бір рет смарт контрактымен жасайды, сол смарт контрактпен жұмыс жасайды ары қарай. Яғни оны тоқтату немесе оны бұзу мүмкін емес. Сондықтан да көп адамдар осы смарт контракт жобаларды таңдайды. Мен де сол үшін де бұл жобаны қарап жатырмын. Енді қалай жоба өзі көрсетеді, оны біз сізбен бірге көретін боламыз. Екінші, бұл проектті қиындатып қажет емес, өте оңай жеңіл түрде қабылдауға болады. Мына жерде айтылатын нәрсе мен легенда деп қабылдаймын. Кез келген инвестициялық криптовалюталық жобалар, яғни ақша салып ештеңе істемей табыс табатын жобалардың барлығының
легендасы болады. Легенда дегенді әркім өзі әрқалай түсінуі мүмкін, көп адамдар түсінеді, көп адамдар түсінбейді. Бұл жерде айтып жатқан сөздерге 100% сенудің қажеті жоқ деп ойлаймын, өзімнің ойым. Яғни бұл жерде айтып жатқан нәрсе, егер қысқадан нұсқа айтатын болсақ, бұл жерде бір миссияны орындау арқылы бізге фармингтен табыс түседі деп айтылған екен. Енді мына жерде сообщение мына жердегі хабарламаны өздеріңіз қарап шықсаңыздар болады. Бірінші, бұл супермайнер жобасы смарт контрактта жұмыс жасайды, яғни смарт контрактқа енгізілген. Бұл платформадағы барлық нәрсе барлығымызға ортақ, бәрімізге доступны, яғни барлығымыз смарт контракттың қалай жұмыс жасайтынын, ақшаның қалай келіп жатқанын, қайда кетіп жатқанын, маркетингтен қанша ақша қайда кетіп жатыр, барлығын көзбен көре аламыз. Мына жерде штрих-кодын қалдырған смарт контракттың адресі. Осыны зерттеп қарайтын болсаңыздар, программист болсаңыздар, немесе криптоны түсінетін болсаңыздар, зерттеп қарасаңыздар болады. Яғни бұл жерде қарасаңыздар, барлық система автоматизация жасалған. Админдар, жобаны жасайтын адамдар бұл проектіні немесе тоқтата алмайды, өзгертулер енгізе алмайды. Бұл жердегі суммаға олардың доступтары жоқ, өйткені барлығы смарт контракт базасына жұмыс жасайды. Бұл жерде жасалып жатқан барлық средства, яғни вложение жасалған средства өзінің жаңағы осы сауатты адамдарға өздеріне доступны, яғни кез келген адам бұл жердегі табысын өзі басқара алады. Қазір тағы да бір артықшылықтарын және де минустарын сіздерге айтатын боламын. Осы супермайнер жобасы арқылы максимал түрде қауіпсіз және де стабильный, яғни бір қалыпты пассивті табыс алуға болады деп айтқан екен. Оны әрине алдағы уақытта тағы да көреміз. Супермайнер бұл әрбір адамға, яғни күніне 1,5% пассивті табыс алуға мүмкіндік береді. Енді бір қараған кезде күніне 1,5% әрине көп. Значит, бұл айына қанша болады? 45%. Көп болып көрінуі мүмкін, бірақ белгілі бір минустар бар. Минус дегенде минус деп айтпаймыз, ол мүмкін компаниямыз бұл жобаның ұзақ өмір сүруіне әсер ететін факторлары болуы мүмкін. Қазір айтатын боламыз, бұл жерде BNB және түсіп жатқан табыс каждый секунд сайын түсіп отырады бізге. Яғни копейкамен күн сайын, секунд сайын түсіп отырады. Көз алдымызда көрген, ол әрине бәрімізге приятны. Команда құрастыратын болсаңыздар, егерде осы сіздердің командаларыңыз үшін әрине әрбір инвесторларға көз алдында секунд сайын табыс түсіп жатса, ол әрине адамдарға жақсы бір эмоцияны тудырады. Сол үшін бұл жердегі тағы да бір жақсы артықшылығының бірі, секунд сайын бізге табыс түседі, күніне 1,5%-ке дейін. Және де күнделікті түсіп жатқан табысты реинвест жасауға болады. Реинвест дегеніміз түскен табысты да ары қарай сол вложениеге салуға болады. Менің түсінгенім бойынша бұл жерде бір кнопка болу керек, яғни сізге табысты сіз $100 қосылдыңыз. Мысалы, ертесіне сіздің пакетіңіз емес табысыңыз $101 болды. $1 табыс көрдіңіз, яғни соны реинвест жасау арқылы сіздер 101 келесі күні сіз $101 процентін аласыз. Яғни бұл жерде сложный процент деп айтады бұл нәрсені. Сложный процент бұл жақсы жасайды, яғни тапқан табысыңның сен үстінен доходын көресің. Оны ручен жасауға болуы мүмкін, немесе бір кнопка болуы мүмкін, авто-реинвест басып қоямыз. Сол кезде автомат түрде түскен табыстар ары қарай қайтадан реинвест жасалып отыратын болады. Яғни геометриялық прогрессиямен сіздің табысыңыз өсетін болады. Солай қарап отыратын болсақ, яғни біз окупаймыз, бұл жерде бір айдың ішінде окупаймыз болуы мүмкін. Оны есептеп қарау керек, алда уақытта тағы да сіздерге презентация жасайтын боламын. Одан кейін тағы да бір ең ерекше артықшылығының бірі, бұл жобаның кез келген адам салған депозит теласын шығарып алады. Түсіндіңіздер ме? Яғни сіз $1000 вложение жасадыңыз, кез келген уақытта сіз ол ақшаны немесе үстіндегі процентімен қосып шығарып алсаңыздар болады. Көп инвестициялық жобаларда мұндай мүмкіндік жоқ. Яғни сен вложение жасадың, болды. Сен тек қана тапқан табысыңмен, проценттермен ғана өз ақшаңды 3 айдың ішінде ақтайсың, одан кейін барып сен плюске шығатын болатын. Ал қазіргі мына жобада тағы да артықшылық, бұл салған соманы шығарып алуға болады. Бірақ бұл жерде комиссия өте үлкен. Яғни бұл компанияның, бұл инструменттің, бұл проекттің админдары комиссиядан ақша табады. Комиссияда бұл жерде өте үлкен 10%. Бұл осы жобаның админдары табыс және де жобаны ары дамытуға жасалатын бұл комиссиядан 10% алып отырады. Мысалы $1000 салдыңыз, шығаратын кезде сіз мысалы бір ай жасадыңыз,
$1300 болды, шығаратын кезде сіз 10% комиссияны тастап кететін боласыз. Тағы да бір нюанстар бар, оны айтып өтетін боламын. Енді қанша суммамен бастауға болады? Минимальный сумма қанша? 0,1 BNB өте қолжетімді. Доллармен жағатын болсақ, қазіргі уақытта BNB-дің курсы примерно $280, яғни 0,1 BNB дегеніміз шамамен $30 сіздер бастай аласыздар. Яғни кез келген адам 15-20 мың теңгемен инвестиция жасап бастай алады. Максималды сумма аптасына 10 BNB. Мысалы, сіз бір аптада 10 BNB вложение жасай аласыз. Бұл шамамен $3000. Келесі аптада тағы да сізде $10,000 салуға болатында мүмкіндіктеріңіз бар. Яғни бірден $100,000, $200,000 салу мүмкіндігі жоқ. Бұл да бір долгосрочный жұмыс жасауға әсер ететін тағы да бір себептердің бірі. Одан кейін, яғни жаңа ана жерде айтылған әңгіме, сіз примерно 3-ші аптада сіз 30 BNB вложение жасай аласыз деген сөз. Жалғастырамыз. Енді реферальная программа мен жақсы көретін нәрсе, және де тағы да бір жобаның артықшылығы, бұл жерде рефералды программа бар. Яғни команда құрастырып, осы мүмкіндікті бөлісу арқылы табыс табуға болатындай тағы да бір шанстар бар екен. Жеткілікті деңгейде жирный маркетинг деп қарастыруға болады. Хайптардағыдай бинарлы емес, бұл жерде линиямен жұмыс жасаймыз. Яғни тек қана 5 глубинаға дейін табыс табасыздар. Бірінші линиядан 10%, яғни рефералка 10%. Екінші линия, яғни сіздің адамыңыздың адамынан 6%, одан кейін үшінші линиядан 5, 3, 1% рефералды программа бар екен. Тағы да енді толығырақ тоқталатын болсақ, қандай лимиттер бар, қандай айтылатын нәрселер бар, көріп өтсек. Рефералды программа супермайнерді бұл линейный форматта өтеді, яғни 5 глубина тереңдікте сіздер табыс таба аласыздар. Және де бұл табыс вознаграждение тек қана бір салғаннан ғана түспейді. Одан кейін реинвест жасап отыратын болса да, сіз қайтадан рефералды табыс таба аласыздар. Өйткені жаңа айтып авто реинвест бар, авто реинвест жасаған сайын сізге тағы да рефералға түсіп отырады. Бұның барлығы смарт-контракт базасына енгізілген, яғни арнайы формула арқылы жасалып қойған, ол нәрсені ешкім тоқтата алмайды. Одан кейін былай жазылып тұр екен, біздің түсетін рефералға процент вознаграждения, яғни сіз салған депозитіңіз $100 болатын болса, бірақ сіздің командаңызға бір адам $1000 жасайын деп жатса, онда менің түсінгенім бойынша, енді бұл сұрақтың жауабын нақты өзім білмеймін, алда уақытта ертең бізді старт жасалады. Сол кезде мен сіздерге айтатын боламын. Егер сұрақтар болатын болса, менің телеграм каналыма өтіңіздер, сол каналда мен сұрақтарға жауап беріп отырмын боламын. Яғни бұл жерде айтылған әңгіме қалай? Былай айтып тұр, сіз пакетіңіз, депозитіңіз $100 болатын болса, сіздің командаңызға мысалы біреу $1000 қосылды. Бірақ сіз пакетіңіз $100 болғандықтан сіз сол $1000 емес, сол $1000-дың $100 ғана сізге рефералка түседі деп мен өзім түсініп тұрмын. Немесе екінші вариант бар. Екінші вариант. Ол жерде қалай айтылған? Мысалы $1000 салса, сіздің табатын табысыңыз 10% $100 ғой. Яғни 10% $100 түседі. Ал егер ол адам $1000 емес, $1500 тіркелсе, сізге түсетін процент ол $150. Бірақ сіз $100 ғана табыс таба аласыз деп мен екінші вариантты ұсынып отырмын, бірақ бұл сұрақтың да жауабын білмеймін. Алда уақытта лидерлардан сұрастырып сіздерге жауабын айтатын боламын. Рефералка сразу түсетін болады, бірден шығарып алсаңыздар болады. Вывод ешқандай проблема жоқ, моменталды түседі. Вывод барлығы моменталды. Мына жерде өте маңызды нәрсе айтылған. Депозит салып жатырмыз біз как инвестор ретінде. Сіздің салып жатқан депозитіңіздің 25% рефералды программаға кетеді. Не үшін олай жасаған? Бұл проекттің долгосрочный жасау үшін. Одан кейін жаңа айтып өттім, бұл жерде салған сумманы шығарып алатындай мүмкіндік бар. Енді бұл жерде қараңыздар, рефералкаға кеткен соң, оны сіз қайтарып ала алмайсыз ғой, өйткені оны сізді шақырған адам, ол 10% алды, оны жаратып қою мүмкін, шығарып қою мүмкін. Ал сіз егер табысыңыз, жаңағы салған депозитіңізді шығаратыңыз ой болып қалуы мүмкін, ертесіне мысалы шығарғыңыз келіп қалуы мүмкін. Сол кезде сіз уже салған суммаңыздың 100% емес, тек қана 75% ғана шығара аласыздар. Түсінікті ма? Өйткені 25% уже сразу бізде кетіп отыратын болады. Яғни бұл жерде как инвестор ретінде сіз мысалы $1000 салсаңыз, $1000 қосылып жатсаңыз, вложение жасасаңыз, онда сіз $1000 емес, сіз $750 сіздің пакетіңіз инвестиция сізге доход беретін болады. Бір 10-15 күннің ішінде сіз жаңағы үстіндегі 25% комиссиясын ақтайсыз. Ол да ұзақ уақыт емес, өте жылдам. Одан кейін барып сіз уже
полноценный $1000 доходын алып бастайсыз. Яғни 25% уже жаңағы рефералға кеткен нәрсені сіз ақтап аласыз, примерно 10-15-20 күннің ішінде максимум. Түсінікті деген ойдамын сіздерге. Бұл жобадағы финанстық нагрузканы азайту үшін және де ешқандай да бір нюанстар болмас үшін жасалған, және де жобаның ұзақ өмір сүруіне жасалған жақсы бір идея деп ойлаймын. Енді алдағы уақытта тағы да айтамын, мен бұл жобаға өзім ғана қосылып жатырмын. Ешкімге бұл жобаны шақырып, ешкім шақырмаймын, ешкім тіркел деп айтпаймын. Егер тіркелем дейтін болсаңыздар, әрине реферал сілтемені қоямын, әркім өзі шешім қабылдайтын болады. Енді ары қарай не істеу керек? Мына жерде айтылған артықшылықтарын тоқтап өтетін болсақ, открытый смарт контракт, яғни смарт контракт коды ашық, оны код сіздерге көрінеді, ашық тұрады, оны өздеріңіз көре аласыздар, оқи аласыздар. Кез келген крипто саласында жүрген программист бұны түсіне алады, мен де бұны түсіне аламын. Бұл жерде кассаға, салып жатқан инвестицияға админ дегеніміз бұл жобаны жасаушылардың доступ жоқ. Яғни барлық система бізде прозрачный болып есептеледі. Доходыңыз 1,5% суткасына өте жирный табыс, өте жақсы табыстар, және де түсіп жатқан табыс каждый секунд сайын бізге түсіп отыратын болады. Көз алдымызда түскен табысымызды біз секунд сайын көріп отырамыз. Бәрін қосқан кезде бір күннің ішінде бір суткада 1,5% доход береді екен. Және де щедрая реферальная программа, жаңа көріп айттым сіздерге, 5 клубинаға сіздер рефералды программаны табыстап аласыздар. Одан кейін өзіңіз полный контроль жасай аласыз, өзіңіз депозитіңізден доверительный управлениеға сіз бермейсіз, ақшаңызды компанияға бір жерге бермейсіз, ол сіздің өзіңіздің қолыңызда, всегда достуыңызда кез келген уақытта шығара аласыздар. Әрине процент бар, комиссия бар, тұтқан 25% алып тастағаннан кейін ғана. И вывод дела любой уақытта. Вот, достар, сіздерге таныстырып өттім, өте қарапайым, өте оңай, легендасына тоқталған жоқпын, қаяқтан ақша көйіп отыр, оны алда уақытта зерттеп қарап жатармыз. Сіздер жасап жатқан вложение ең бастысы есептеп қарайтын болсам 2 айдың ішінде өзін ақтайды, одан кейін таза табысқа шығуға болады. Достар, бұндай жобалардың барлығы өзінің рисктары бар, әртүрлі жобалар бар. Біздің мақсатымыз бұл жерде ақшаны салып жоғалту емес, әрине табыс табу. Сондықтан да бұл жобаға қосылатын болсаңыздар, өздеріңіз нақты шешім қабылдаңыздар. Қандай суммамен бастай аласыз, сондай суммамен бастауыңыз керек. Ешқандай да қарыз алудың, кредит алудың қажеті жоқ. Әркім өзі қанша суммамен рисковать ете алады, сол суммамен бастауға болады. Бірақ былай қарасам, жоба маған ұнап тұр, өйткені смарт контракт барлығы ашық түрде, барлығы бір жақсы деңгейде жасалған, сол үшін де мен өзім бұл жобаға қосылатын боламын. Егер де сұрақтарыңыз тағы да бір жасайын дейтін ойларыңыз болатын болса, мен телеграм каналымды қалдырып кетемін. Егер жоба ұнап жатса, әрине команда құрастырып жасасаңыздар болады. Мен негізгі жасап жатқан жобамның аты Self Invest, яғни командамен құрастырып, бинарлы маркетингпен 100% табыс табатын жоба. Менде долгосрочный жоба, команда құрастыратын жоба Self Invest. Енді оның бөлек әңгімесі бар, ол жайында ақпараттар менің Telegram, YouTube каналымда бар. Ал бұл мендегі өзім үшін жасап жатқан инвестициялық жоба. Әртүрлі направлениемен бизнес жасауға болады, әртүрлі қызықты тақырыптар болады, алда уақытта әртүрлі ойындар келеді, тез табыс табатын, высокорискованный, бірақ табыс үлкен табыс беретін жобалар болады, немесе долгосрочный проекттер болады, инвестиция. Мысалы, кейбір адамдар айтады маған, мен инвестормын, мен инвестиция жасағым келеді, бір адамдар бар, мен адам шақырғым келмейді, команда құрастырғым келмейді. Немесе бір адамдар бар, мен тек қана команда құрастырамын, маған тез жылдам әрі үлкен табыс керек. Әркім әртүрлі. Сондықтан да менің мақсатым сіздерге қолайлы бір жобалармен таныстыру. Егер ұнаса, әрине бастайсыздар, сұрақтарыңыз болатын болса, әрине жауап беруге дайынмын. Көп рахмет, сіздермен болған Төленбай Мейірман. Алда уақытта тағы да видеолар күтіңіздер. Келесі кездескенше.